Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен сендерге жігіттер қалайша стереотипті қарапайым жақсы баладан өзіне деген сенімді, жұрт арасында құрметті, аса қадірлі еркекке айналудың 5 жолын көрсететін болам. Егер де сендер дайын болсыңдар, видеомызды бастайық. Нөмір бірінші, бұл өзінің қалаған дүниеңді сұрай біл. Жақсы балалар өздерінің қалаған нәрселерін тура сұрауға ұялады. Себебі олар ойлайды, бәлкім мен оларды ыңғайсыз жағдайға қойып қоятын шығармын, или может менен вообще олар бас тартуы мүмкін деген сияқты ойдан қорыққандықтан олар даже тырыспайды да. Мен олардың просьбаларын орындап жүрмін ғой. Может, олар да маған көмектесетін шығар, или может мен миымдағы нәрсемді оқып, олар да маған қалаған нәрсемді беретін шығар деген ойда жүрген шығарсың. Бірақ, как видишь, ондай ойлардан пайда өте аз болып жатыр. Мысалы, сен бір қызбен бірге жұмыс істейсің, немесе онымен бір мектепте оқисың. Сен давно уже о қызды кездесуге шақырғың келіп жүр. Бірақ оған тура екеуміз бірге кездесіп қайтпадық па деген сияқты сұрақты қойған орнына, сен всячески оған гүлдер сыйлап, немесе оның үй жұмысын орындап беріп жүрсің. Или болмаса, сен зарплатаңды көтергің келіп жүр. Но сен осы жағдайда лучше всякий километражный артық жұмысты жасай бергенше бастығына барда тура одан сұра. Эй, мен саған 12 ай болды ғой жұмыс істеп жүргеніме. Мен зарплатамды көтеріп беру үшін мен не істесем болады деген сияқты сұрақты қой. Екі жағдайда да, егер де олар даже саған жоқ деп айтса да, олар сені как минимум уважать ететін болады, потому что сен оларға барып сол тура сұрағымды қойғанға жұмыртқан батты. Қазір жігіттер, келесі сендерге амалды көрсететін боламын, бірақ біріншіден біраз барып разминка істеп қайтайық. Нөмір екінші, ол өз басыңды бірінші орынға қоя білу. Қара, егер де сен өмірде бір жетістікке жеткің келсе, немесе бір мақсаттан екінші мақсатқа тез бейтіп секіргің келсе, онда сен басқалардың интерестарынан гөрі өз интерестарында бірінші приоритетке қоя білгенін жөн. Кішкене болса да эгоизм болса, ода ешқандай ұят дүние жоқ деп санаймын. Себебі егер де сен тек қана басқалардың айтқанын істей беретін болса, онда өзінің тәтті басына уақыт қалмайтын болады. Так что адамдарға жоқ деп айта біліңдер. Мысалы қара, егер де сенің бастығын звондап, немесе қызын звондап, кет кездесіп қайдайық, или бастығын жаңағы мен айтқандай, сен бүгін жұмыста артығымен жұмыс істейсің, қаласың деп айтса, оған айт, кешір, бірақ бүгін менде маңызды бір шаруаларым болып тұр еді, мен никак қаламайым деген сияқты одан бас тартып жер. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Ал бәрекелді, нөмір үшінші, ол басқалардан растау күту. Егер де сен жақсы жігіт болсаң, то скорее всего өзінің айтқан идеяларында, мненияларында басқалармен сәйкес келгендігін қалап тұрасың. Растау күту дегеніміз сол. Ол басқалардың сенің идеяларын дұрыс деп айтып, олардан қолдау күту. Егер де сен өзінен жоғары адамдармен әрдайым келісе беретін болсан, онда сен явно жақсы жігіт деген сөзсің. Өйткені олармен сен конфликтқа түскің келмейді, олардікі дұрыс деп, сен әрқашанда олармен келісуге дайын тұрасың. Мысалы қара, егер де сен бір күшті бір шутка айтсан да, егер де басқалар күлмесе оған, сен өзіңді жаман сезініп тұрасың. Потому что менің шуткам өтпей қалды деген сияқты. Ол дегеніміз, бұл деген нағыз негізі жақсы баланың қасиеттері ғой. Себебі өзіне деген сенімді жігітке басқалардың күле ма, күлмей ма, олардың не айтқандығы негізі шын мәнде қатты қызықтырмайды оны. Жақсы бала болуды тоқтатудың бір ғана амалы, это өзіңді байқап, өзінің мнением бар екендігін біліп жүру.
Егер де сен шынымен де өзінен жоғары по статусу келген адамдардың мнениясымен совпадать етпей тұрса, онда айта сал, сенікі бәлкім дұрыс та шығар, бірақ егер де былай істеп көрсек қалай қарайсың деген сияқты әрдайым өзінің де келіспеушілігіңді көрсетіп тұр. Бұл арқасында сен жаман адам болып кетпейсің. Сенің өзінің мненияң бар, сондықтан да сені әрқашанда келесі жолы санасатын болады. Жігіттер, нөмір 4-ші бұл өзінің қорқыныштарында мына бір беттермен тура қарсы алу. Қорқыныш деген это вообще отдельный тема ғой. Қорқыныш әрбір адамда әртүрлі болады. Қара, егер де сен, мысалға қара, мынау сен қазіргі сенсің, мынау сенің арманындағы сенсің ғой. Екеуінің ортасында мынандай үлкен жол жатыр. Ол жолмен сені бір машина апарады. Ал қорқыныш деген сол машинаның 4 дөңгелегінің бірі. Причем жарық дөңгелегі еще. Пока сен өз қорқынышына айырылмағанша дейін, машина еш уақытта сені ана жолға апара алмайды. Тек қана өзінің орында ғана айланып тұра береді, потому что бір дөңгелек әлі целый болмай тұрғандықтан. Мәңгі бақи қорқынышта өмір сүру өте глупо десе де болады. Потому что сен пока өзінің қорқынышына вызов тастамағанша дейін, сен еш уақытта өзінің қалаған өміріне жете алмайтын боласың. Ал қорқыныш әрбір адамда әртүрлі болады. Банальный, самый қыздармен танысудан бастап, өте үлкен сахнаға шығуға шейін созылып жатады. Сондықтан да тезірек, чем скорее сен өзінің страхыңды түсініп, ол қорқыныштарымен жұмыс істей бастайсың. Әрқашанда өзіңді қорқытатын, күнде өзіңді қорқытатын істеріңді жасай берсең, сен скоро барлық жағынан мықты адам болып шығасың ғой. Соны біле жүр. Нөмір 5-ші және де ең соңғы ол өз-өзімен шыншыл бол. Осы уақытқа дейін жігіттер мен өмір сүріп бір нәрсе түсіндім. Это то, что сен егер де барынша өтірікшіл болсаң, онда сенің круг общениең өте үлкен болады. Ал егер де сен барынша шыншыл болсаң өз-өзімен, онда сен круг общениең өте кішкентай болады. Не себепті адамдар вообще бір-біріне өтірік айтады? Біз өтірік айтамыз себебі біз басқаларға ұнағымыз келеді. Басқаларға өзіміздің жақсы жағымыздан көрінгіміз келеді. Оларға біздің кім екендігімізді айтуға ұялғандықтан біз өтірікке барамыз. Чтобы біздің бастығымыз ана жігітті емес, жұмысқа мен алсын деген оймен біз барынша өтірік айтып өзімізді мақтауға тырысамыз, жақынбаздана бастаймыз оған. Ал бірақ негізі сенімді адам ол өзінің кім екендігінен еш уақытта ұялмайды. Сондықтан да жігіттер еш уақытта өздерінің кім екендіктерінен ұялмай барынша шындықты айта беріңдер, потому что бұл сендердің өмірлерің ғой, ал басқалар сендер жайлы не ойлайтындарға ол тек қана жақсы балаларда уайымдауы қажет деп санаймын. Ал жарайды жігіттер, егер де бүгінгі видеом сендерге ұнаса, жаңағы бүгінгі видеода айтып өткен 5 советін хотя бы біреусі естерінде қалып жатса, онда лайк қойып, каналға подписка жасай салыңдар. Қоштаспай, келесі видеоларда кездесіп жүре берейік. Сенімдерін әрқашанда өздерімен бірге жүре берсін. Давайте!